58 жаста жұмысқа жарамсыз қызметкерлерді 300 мыңға айлық есептік көрсеткішке дейін зейнетке өз еркімен шыққан жағдайда төленетін ережесіне кіргізу. Раскройте все карты, все данные, то есть все цифры по зарплатам, по ведомости. Поднимите это все, покажите людям. Why are you complaining all the time? And this kind of trivializes the problem because they say, well, I'm not being a child. I need to feed my family. Қараша айында Жаңаөзендегі жұмысшылардың ереуілге шығуы осы уақытқа дейінгі болған бірінші ереуіл емес. Ереуілдер жиі қайталанып жатқанымен, көп жағдайда ереуілдің түпкі себептері медиада айтыла бермейді. Кейбір медиалар ереуілдің себебін жұмысшылар орынсыз талаптарды қойып жатыр деп бір жақты көзқараспен түсіндіреді. Бірақ та ереуілдің толық картинасы көрсетіле бермейтіндіктен, бұл адамдардың арасында жұмысшылар жайлы жалған нарративтердің қалыптасуына әсер етеді. Азаттықтың дерегінше, 2 қарашадан бастап Өзенмұнайгазға қарасты бұрғылау жұмыстары басқармасы жұмысшылары өндірісті тоқтатып, ереуілге шыққан. Ал 15 қараша Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының ресми арнасындағы дерекке сүйенсек, Өзенмұнайгаз жұмысшылары жұмыс берушіден зейнетке шыққан және өндіріс салдарынан денсаулығынан айырылған. Мұнайшылар баласын жұмысқа орналастыруды, 55-58 жастағы жұмысқа жарамсыз болып қалғандар өз еркімен жұмыстан кеткен жағдайда өтемақы төлеуді, техниканы жаңартып, операторлар мен машинистер разрядын көтеруді, дербес еңбекақы жүйесіне өтуді талап еткен. Үш топқа бөліп қарастырдық. Бірінші топ кейбір басылымдар мен арналар наразылық туралы ешқандай ақпарат таратпаған. Екінші топ тек бір жақты ақпарат таратқан, не ресми компанияның позициясын көрсеткен, немесе жұмысшылар орынсыз талаптар қойып жатыр дейтін тұрғындарға сөз берген. Үшінші топ ресми компанияның позициясын көрсете отыра жұмысшылардан да сұхбат алған, немесе сұхбат алуға тырысқан. Бірақ бұл жердегі басты мәселе көптеген арналар мен басылымдар ереуілге шығатын жұмысшылардың түпкі себептерін анықтауға тырыспаған. Мұнай компаниялары аутсорсинг компаниялар арасында тендерді қалай ойнатады және ол жұмысшылардың жалақысына қалай әсер етіп жатыр. Кәсіподақтар неге жұмысшылардың құқығын қорғамайды деген сұрақтардың жауабын Vice басылымынан ғана тапқан едік. Бүгінгі видеода біз неге 2011 жылдан бері ереуілдер жалғасып жатыр? Жұмысшылардың жалақысы біз ойлағандай жоғары ма, әлде төмен бе? Егер төмен болса, онда оған қандай сыртқы факторлар әсер етуде? Жұмысшылардың мүддесін қорғайтын кәсіподақтар қайда? Мемлекеттік тапсырыс алатын арналардың ереуіл жайлы бір жақты жазуына не себеп дейтін заңды сұрақтарға жауап беріп көреміз. Бірнеше жыл сайын мұнай-газ компаниялар мұнай сервис компаниялар арасында келісімшарт жасауға тендер ойнатады. Компания ең арзан ұсыныс жасағандарға сервис жұмысын бөліп береді. Нәтижесінде бұл жүйе мұнай сервисі саласындағы компанияларда жұмысшылардан ақша үнемдеуге мүмкіндік береді. Vice басылымының журналисті Пауло Сорбеллоның сөзінше, жөндеу саласы мұнай компаниялар мен сервис компаниялар үшін үлкен бизнес. You know, basic repairs are a huge business in the oil sector. And if things break down, costs go up. Because all of these are government tenders, government public money essentially. You don't have like a bank that says, like a private bank that says, oh look, you have 1 billion tenge and that's it for this project. If you spend less, great. If you spend more, we will not give you a penny. That constrains the possibilities that you have. But this case, you basically say, oh, okay, it's the state is funding this. So I have a limited money. So I can just, spend money as much as possible. So yeah, I'll use this old tube. I'll use this old pipe. Then it breaks down. Then I call another service company to repair it. We pay them. Then they repair it with an old pipe. Then this pipe breaks down. Then we call them again and keep giving them money, but not our money. It's the public money. It's your money. And so this is the idea through which the costs of the projects go up, way up. And then the companies say, oh, we need to save somewhere. Okay, so then let's fire a bunch of people, and still we need them. We need their work. So let's hire them again, but under different conditions and through different companies. So that's the idea, right? So, and if the main company, and if you save, the main company used to pay you 1 million tenge,
So the main company says, okay, I want to pay 900,000. And so they go, to save 100,000. So they go and hire a service company. The service company also needs to earn. And so they pay you 700. So 100 stay in the pocket of the main company and 200 stay in the pocket of the service company. So that's what I'm saying. Like at each level, they save money. And on each level, the worker loses money. 2011 год забастовка почему была? Потому что их обманывали по начислению МСОТа. Это минимальный стандарт оплаты труда. Из-за этого они не видели вот эти начисления и эти коэффициенты 1,7, 1,8. Они считали, работники, что им не начисляют их. А работодатели, они действительно проводили политику двойных стандартов. И то, что получали офисные работники в Узельмунайгазе и директора, топ-менеджеры, и тем более те, которые сидели в Казмунайгазе, в Астане, они получали хорошие зарплаты по коэффициентам, которые в 2-3 раза больше, чем те работяги, которые работали в Узельмунайгазе в поле. И при начислении им рисовалась другая бухгалтерия. То есть у них же в бухгалтерии в Жанаузене все оформлялось, что они получают хорошие деньги. А по факту, по жировкам, им давались в 2 раза меньше. И вот получилось из-за этого конфликт, который вылился вот то, что люди 7 месяцев стояли на забастовке. Их просто обманывали. Хотя, как оказалось, именно коэффициенты 1,7 и 8 им начислялись. Единственное, что они начислялись на МСОТ, который был очень низким. Поэтому они в своей зарплате и не увидели вот этих коэффициентов. И вот это из-за этого каждый раз у них происходит конфликт, потому что работодатель пытается срезать премии или выплатить по минимуму, говорить, что вы не выполнили план. So there's a problem with the law because the law restricts the creation and the survival of independent trade unions in contradiction to the conventions from the International Labor Organization that Kazakhstan has signed and ratified. Convention 89, Convention 78, I believe, essentially pledges to ensure a freedom of labor action, freedom of assembly, equality. These pledges have been essentially not fulfilled. On the other hand, we know that trade unions exist. But what kind of trade unions are these? These are trade unions often related to specific companies. So they're company trade unions, and so-called zholtye. Like there's no good translation in English, but there's a company-friendly trade unions, which essentially are a way of controlling the workers, not a way of voicing their demands. It's a top-down structure, sometimes even appointed from the company side. So the head of trade union is appointed by the company, and that's a huge breach of trade union philosophy. So that's a big part, and these ones essentially make sure that there's no strikes and trivialize again the strikes and say stop striking, go back to work. They're the ones that sometimes organize the replacement workers for the strikers. So they go against the striking workers, which is completely nonsensical. Because if there's a strike, it means that there's a few dozen people who agree that they're being mistreated. ЖТБ забастовка была. У них зарплата была занижена, у них был частник, а частные все директора, они сидят в Астане или в Алмате, какие-то там бенефициары, чиновники бывшие. И получается, что пока вот по этой цепочке до них информация будет доведена, и обратно, это все очень плохо работает. И поэтому все эти требования, так как они не ездят на рабочее место, разрешается на местном уровне, как правило, полицией и
администрации. И вот это неправильно сделано. Во-первых, всегда нефтяники требовали, чтобы головные офисы были там, на месте, на Западе, чтобы тут же разрешался вот все эти конфликтные ситуации напрямую, чтобы не ждать, пока Астана отзовется. Тем более у Астаны и у Алматы искаженная информация доходит до них со слов тех, кто противостоит профсоюзу, независимому профсоюзу. И вот из-за этого вот все и получается. Когда они приехали в Астану, помните, вот как-то пару лет назад из Житабая, и их задерживали, арестовывали прямо у парламента, у китайской стены. А потом уехали не обратно, а недавно, вот сколько там, полгода назад официально заявили, что да, деньги воровали, да, было много нарушений, да, нефтяники были правы. Вот эта схема, она стандартная, потому что, в принципе, они, как правило, нефтяники правы. Но если даже не правы, вы же на примирительной комиссии сядьте и раскройте все карты, все данные, то есть все цифры по зарплатам, по ведомости, поднимите это все, покажите людям.